Сәлем баршаңызға. Ал мен металл-ян белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Металл-ян сіздерге өздеріңізді көрсететін ай, жалпы. Сіздер ұялмай, өзіңіз жайлы пост жазу арқылы елге таныла аласыздар. Жақсы идея болса, бастығыңызға айтыңыз. Елдің алдына шығасыздар. Жалпы идеяларыңыз болса, оны жүзеге асыруға тырысу керек. Одан кейін прямые деньги ақшасы келіп тұр. Яғни, ақшаңыз одан сайын көбейе түседі деген сөз. Жалпы, көптен армандап жүрген арман мақсаттарыңыз орындалып, оның нәтижесін көресіздер. Көп қорқыныш болады. Мысал алатын болсақ, интернетті мүлде өшіріп тастауы мүмкін, немесе блокқа салып тастауы мүмкін деген сияқты сіздерде қорқыныш болады. Қорқудың еш қажеті жоқ. Сосын мемлекеттік органдардан жақсы жаңалықтар естисіздер. Мысалы, пенсияға шығу жайлы жаңалық болуы мүмкін, соған құжат рәсімдейсіздер, немесе үйдің кезегі келіп ұялуға мүмкіндік туады. Енді әркімде бұл әр түрлі жағдай болады. Бір жағдайға байланысты құжат рәсімдеу кейінге шегеріледі. Мысал алатын болсақ, интернет өшіп қалуы мүмкін мемлекеттік органдарда. Енді әр түрлі жағдайға байланысты бір кейінге шегеру болғалы тұр. Жалпы балаңызға ақша саласыздар, инвестицияға ақша құясыздар. Кез келген істе асықпау керек. Жұмыстарыңыз өте көп болғандықтан энергияларыңыз аз болады. Жалпы өміріңіздегі болып жатқан мүмкіндіктерді жіберіп алмауға тырысыңыздар. Егер жұмыстарыңыз клиентпен байланысты болса, клиенттеріңіз өте көп болады. Өз араңызда, өзіңіздің семьяңызда, өзіңіз жайлы көбірек айтыңыздар. Өзіңіздің біліміңіз бен талантыңыздың арқасында өз армандарыңызға, өз біліміңіз бен талантыңыздың арқасында ақшалы боласыздар. Жалпы металл-ян өте қолайлы ай және өте қолайлы жыл. Сіздерге биылғы жыл барлық мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сол кезде арман мақсаттарыңыз орындалатын болады. Мені тыңдағандарыңызға өте көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.